Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалатын, әрі тез дайын болатын кереметтей кекс әзірлейміз. Кекстеріміз бір жасағаннан кереметтей көтеріледі, әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен кексімізді әзірлеу үшін ыдысымызды алып, ыдысымызға үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сары майымыздың үстінен шекерімізді салып, венчигімізбен жақсылап біріктіре отыра араластырып аламыз. Миксердің қажеті жоқ. Осылай венчикпен жасағанның өзінде кекстеріміз керемет болып шығады. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецепттер бар, бір жасағаннан шығады. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың үстінен разрыхлителімізді қосып, жақсылап біріктіріп, разрыхлителімізбен ұнымызды араластырып аламыз. Осылай араластырып алдым. Енді тестамызды араластыра отыра, құрғақ заттарымызды бірден бәрін қоспай, ұнымыздың екі бөлікке бөліп, тестамызды араластыра отыра, осылай қосып аламыз. Енді жақсылап біркелкі болғанша тестамызды араластырамыз. Кексіміздің құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осы кезде тестамызды араластырып алдық. Осы кезде егер ұнататын болсаңыздар, мейіз қоссаңыздар болады. Бізге осындай форма қажет. Мен осындай формаға әзірледім. Формамызды жақсылап сары майымызбен майлап, дайындап алған тестамызды құямыз. Егер бұндай формаларыңыз жоқ болса, домалақ форма болсын, кішкене кекске арналған форма болсын, соған жасасаңыздар да өте әдемі болып шығады. Осылай формамызға құйып, тегістеп алып, ортасына ауа қалып кетпеу үшін осылай формамызды 1-2 мәрте ұрып, қызып тұрған пешімізде 170 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Пісіп шыққасын кекстерімізді толықтай суығасын барып, формамыздан шығарамыз. Қып-қызыл әдемі болып шығады. Асты да, кекстеріміздің үсті де, әрі дәмі де керемет болып шығады. Кереметтей көтерілген кекстеріміз. Ортасын сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Ортасы толықтай пісіп шыққан. Осылай кекстерімізді кесіп алып, енді тарелкамызға орналастырамыз. Өте әдемі болып шыққан. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Қараңыздар қандай әдемі. Сіздермен бірге болған таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.